өзінің әйелін қанағат тұтпайды, адал әйелін. Одан кейін шариғатты өзіне бетперде етіп шахуатын қандырғысы келеді. Өзінің шамасы жоқ үйленуге, екіншісін алуға. Алған күнде де олардың арасында әділдік жасай алмайды. Алмақшы болса барып әйеліне соны нақты айтып, сол мәселені әшкере түрде істей алмайды. Сөйтіп барып сөйлеседі. Аптасына 1 рет кеп тұрам, аптасына 2 рет кеп тұрам. Некемізді бірінші әйелім білмей қойсын, басқа. Алла субхана ва тағала айтады: "Иякуну валистафифи аллазина ла яджидуна никахан хатта югнияхумуллаху мин фадлих". Некелесе алмайтындар, некелесуге шамасы келмейтіндер, Алла тағала оларды байытқанша өздерін сақтасын деді. Бұл бірінші әйел алуда да, екінші әйел алуда да, үшінші әйел алуда да, төртінші әйел алуда да. Шамаң жетпейді ма, онда іздеме. Өзінің квартирасы бар, мен тек қана барып тұратын, бағанағы тек қана шахуатыңды қандыратын, сол аптасына 1-2 рет баруға келісетін, өзің шахуатыңды қандыру үшін ондай вариант іздеме. Себебі әйел, Алла субханала тағала айтқандай: "Нисаукум харфун лакум", егін егетін жерің. Біріншіден, оның тәрбиесі үшін Алланың алдында жауап бересің. Екіншіден, ертең балаларың дүниеге келіп жатса. Екінші әйеліңнің, үшінші әйелінің балаларының тәрбиесі де сенің мойныңда. Аптасына 1 рет барсаң, 2 аптада 1 рет барсаң, ол балаларың сені аптасына 1 рет, 2 рет көрсе, олардың тәрбиесіне қалай жауап бересің? Қалай тәрбиесіне жауап бересің? Ол әйел жарайды, басында келісті, бірақ ертең маған ақымды толық бер деп жатса, толық беруге шамаң жетеді ме? Біз келіскен едік қой, мынандай еді ғой, мен үйде тұра алмаймын, мен бала шағам бар, әйелім бар, ол түсінбейді. Не істейміз онда? Онда талақ. Осылайша біздің мұсылмандар қазіргі кезде сол нәпсісін қандыру үшін Алла субханала тағала сондай ардақты еткен некені осылайша ойыншық қылып жатыр. Қазір біз мұсылмандар осы некені ойыншық қылып адамдарға, мұсылмандар анандай, олар әйел үйленеді, талақ бере салады, басқа деген секілді. Қанша өкінішке орай бізге мұсылман қарындастарымыз келіп шағымданады. Бүкіл уәдені үйіп төгіп екіншісін алады, оны апарып кейбіреулері біріншісімен бір үйге тығып қояды, пәтерге. Біреулер тағы басқа уәде берген нәрселерін ешқайсысын орындамайды. Егер шаман келмейді ме, Алла субханала тағала айтып жатыр: Алла тағала байытқанша күт. Ол байыған күнде де сенің еркектігің сол нәрсені әшкере істеуге, барып әйеліңе айтып, мәселені шешіп істеуге жетпейді ме, онда мысық секілді тығылып жүріп, шахуатыңды қандырудың қажеті жоқ. Сабыр ет, Алла субханала тағала сол әйеліңді саған әдемі етіп қояды. Қанша жыл болды, зер адамдардың арасында әңгіме бар. Енді күнде сорпа іше берсең, бір тамақтан жалғасын қойды. Әйелің жалықпай ма? Әйелің сен үшін сорпа, басында ол қазғарта еді, кейін басқа болды, енді сылдыр су сорпа болып қалды. Оның фигурасы бұзылып кетті, басқа болып кетті. Субханалла, сен де үйленген кезде басқа едің, кейін семіріп шыға келдің, қарның шықты, шашың түсті. Әйелің саған айтып жатқан жоқ қой, сен қарның шығып кетті, шашың түсіп кетті, сен маған ұнамай қалдың деген сөзді айтып жатқан жоқ қой. Ол қанағат тұтып сонымен жүр. Оның сәл дене бітімі бұзылса, не үшін бұзылып жатыр? Сол сенің балаңды емізем деп бұзылып жатыр. Сенің балаңды дүниеге келтірем деп ол сондай қиыншылықтарға барып жатыр. Адамнан адамның шығуы оңай нәрсе емес. Сен үшін, сенің балаң үшін. Сен келесінде оны бағаламастан басқасын алам, басқа қылам. Адамда қанағат деген нәрсе болу керек. Алла субханала тағала шүкіршілік етсең, сен сол шариғаттың талаптарын дұрыс орындайтын болсаң, Алла субханала тағала берекесін береді. Ал егер шариғаттың талаптарын
былай келісуге болады екен, үйтуге болады екен дейтін болсаң, Алла субханала тағала ол некеңнен берекені алып қояды. Сол үшін ондай жағдайда да адамға сабыр керек. Яғни көзіңді сақта, Алла субханала тағаланың әлгі харам еткен зинасынан, харам еткен әлгі жалаңаш көріністерден көзіңді сақта. Сен көзің, субханалла, көп мұсылмандар альхамдулилля әйтеуір зинаға бармайды. Сен зинаға бармасаң, онда несіне ол ұзақтағы нәрсені көріп бекерге күнә алып жатсың? Несіне күнә алып жатсың? Саған одан ешқандай пайда жоқ. Альхамдулилля, иманың әйтеуір зинаға бармауға жеткілікті. Онда көзіңді сақтасайшы.